Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 51-ші сабақ. Күн райын хабарлаймыз тақырыбында. Кейіпкердің іс-әрекетін бағалаймыз. Шығармашылық жұмысты түрлі нұсқада орындаймыз. Орында бірінші жаттығу. Карта бойынша жеріміздің батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік бөлігінің бірін таңдаңдар. Тележүргізуші диктор ретінде ертеңгі күн райына хабарлама жасаңдар. Мысал үшін, еліміздің оңтүстік бөлігінде Алматы қаласында ауа райы күндіз +10 градусты көрсетеді, ал түнде ауа райының аспаны ашық, бұлтсыз өтеді. Осы сияқты балалар өздерің осылай талқылап көріңдер. Екінші тапсырма. Өз жұмысыңа баға бер. Маған диктор болған ұнады, себебі күн райын хабарлауда ойымды дұрыс жеткізуге қиналған жоқпын. Балалар, сендерге диктор болған ұнады ма? Өз жұмыстарыңа осылай баға беріп кетіңдер. Келесі. Құралай. Түсініп оқы. Жұмабек тұра сала атасына барып, тұз тағысы туралы сұрай бастады. Ата, қорғансыз бөкен кімді пана тұтады? Балам, аңды иесі қорғайды немесе киесі қорғайды деген бар. Сен табиғатты сүйген сайын онымен тілдесе алатын жағдайға жетесің. Сондықтан мынау дарқын даланың тілін ұқ, сырын сезуге тырыс. Күн батқан соң сені аспан әлемімен таныстырайын. Алтын арайлы күн ұясына қызара қонып, төмендеп барады. Үпіткен жел де жоқ, төтеннен тына қалды. Міне осы мезгілде атасы немересін қасына алды. Жұмабекжан, Құдай қаласа ертең ауа райы жылы болады, күн қызарып батса, осы болжамға сүйене бер, шырағым. Міне, көк жүзінде жұлдыздар оянды. Қандай керемет десеңші. Көне заманнан бері бабалар осы жұлдыздарға арқа сүйеп жүрер жолын жобалап тапқан. Анау темірқазық, ол солтүстік жақта тұрады. Адасқан адам осыған қарап бағытын табады. Аспаннан мыңдаған жұлдыз жарқырайды. Мысалы 7 қарақшы. Көпшілік соған сеніп, адасып жатады. Өйткені темірқазық секілді тұрақты орны жоқ, алмасып тұрады. Таң алдында шолпан шығады. Ол да уақыттың шамасын білдіреді. Енді жата ғой. Ертең маған сенің көмегің керек, деп атасы көрпесін қымтап, көзі ілінгенше немересінің қасында отырды. Күн ұясынан көтерілмей жатып, көгендегі мал жақта салдыр-гүлдір басталып кетті. Әжем қой сауып жүр ме екен, әлде атам су тартып жатыр ма? Бұл не шу? Жұмабек басын жастықтан көтеріп айналаға қарады. Көзіне ілінгені қораның бұрышында тұрған тұрпаты өзгеше қоңқақ тұмсық сұр аң болды. Ол орнынан атып тұрды. Мәссаған, мынауың Құралай ғой, қайдан қалай келген? Ата-ау, қайдасыз? Құралайды сіз бе әкелген? Жұмабекжан, құтты қонақ келсе қой егіз табады деген. Сенің құрметіңе Құралайдың өзі келді. Анасынан көз жасып қалса керек. Бейкүнә жануар ғой, сен бағып қақ. Ертең қатарға қоссаң, аңның да адамға аңсары ауады. Неткен көзі мөлдір сүйкімді момақан. Шырағым, қай нәрседе шақалақ шағында періште болады. Сен де маған сондайсың. Бейкүнә бала әрқашан тәтті ғой. Осы қалпыңнан аумасаң, менің атыма жаман сөз айтылмайды. Жақсылық үшін ұмтылған ұл ертең ел де үмітін ақтайды. Елдің де үмітін ақтайды. Сондықтан жақсы оқып, тәртібіңе өзің сын көзбен қарап дағдылан. Айтқаныңызды орындаймын, ата. Даланың аңы қолға үйренбейді деген бос сөз екен. Құралай қараша үйге ілесе кіріп, ілесе шығып, соңынан бір елі қалмайды. Киімнен иіскелеп сүт сұрайды. Сөйткенмен де еті ең дүниеге жаралған түз. Тағысы ауық-ауық адырға қарай алаңдап, анасын іздегендей аласұрып қоятын сияқты. Бір күні жанарынан бір тамшы жас домалап түсті. Денесі суық, су құйып жібергендей дір етті. Мұны байқаған атам
Енді мұны еркіндікке босатқан жөн. Әркім өз ортасын, өз өлкесін аңсайды. Бұлар енді арқаға ауады. Алла жазса, келесі жылы жазғы демалыста келсең осы атыраптан кездестіріп қаларсың деді. Басынан ноқтасын сыпырған бойда Құралай безектеп әрі-бері шапты да алысқа бет алды. Құйындай жүйткіген жануар биік шағылдың төбесінен бізге бір қарап, ық бетке түсті де ылдилап кете барды. Киген қой сауған кезде қозы-лақты мойнынан тізбектеп байлап қоятын ұзын арқан. Періште, бұл жерде бейкүнә, күнәсіз, кіршіксіз, таза деген мағынада айтылған. 3-ші тапсырма. Атасының дарқан даланың тілін ұқ, сырын сезуге тырыс деген сөзін қалай түсіндің? Дарқан даланың сыры бөлек, тілі бөлек екенін, оған үлкен күтім қамқор керек екендігінде түсінеміз. 4-ші тапсырма. Атасы күн райын қалай болжайды? Халықтық болжауға сенесің бе? Атасы күн райын аспандағы жұлдыздарға қарап болжайды екен. Иә, халықтық болжау дәл келіп жатады. Бағала. 5-ші тапсырма. Жұмабектің атасы қандай адам? Жұмабектің атасы мейірімді, дана, ақылды адам. Дәлелде. 6-шы жаттығу. Атасының немересіне айтқан ақылдарынан мәтіннің негізгі ойы болатындай дәлел сөзді тауып оқы. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады. Білгенге маржан. Метеожерсерік. Күн райын бақылау үшін ғарышқа ұшырылған жасанды жерсерік. Жерсеріктен алынған мәлімет компьютерге әртүрлі картина түрінде келіп түседі. Метеорологтер соған байланысты күн райын болжап ақпарат таратады. Осыны есте сақтайық, балалар. Келесі 7-ші тапсырма. Қорытындыла. Күн райын болжау, табиғатты бақылау туралы не түсіндің? Күн райын болжау және табиғатты бақылау ол бір-біріне тығыз байланысты. Күн райын табиғатқа қарап та болжай алуға болады екен. Мәтіннен кешкі күннің батуы көрінісін тауып көшіріп жазыңдар. Алтын арайлы күн ұясына қызара қонып, төмендеп барады. Өп еткен жел де жоқ, төтеннен тына қалды. Міне осы мезгілде атасы немересін қасына алды. Осы жерін көшіріп жазып аламыз, балалар. Жарайсыңдар, балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, достарымызға таратуды және каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар, балалар.